еркектің айтып жатқан нәрсесі, мен әйеліме қызығушылық төмендеп кетті, мен керісінше еркектерге қызығушылығым артып кетті дейді. Мысалы, айында бір рет өзі шаштаразға барады, бірақ әйелінің қашан салонға барғаны белгісіз. Ол ай сайын киім алады, бірақ әйеліне киім әпермейді. Еркек егер бір жаққа кететін болса, бір аптадан асатын болса, ол еркектің тестостероны жақсы жұмыс жасап тұрған болса, ол еркекті кез келген әйел сындыра салады. Бұл еркек бір генерал сияқты да. Өзінің бойындағы қасиет, қабілет, тәжірибені жинап, бір жер жаулап алғысы келеді. Ал әйел адам, менің түсінігімде, ол бір жаулап алынатын бір жер сияқты да. Сен егер жыныстық қатынасқа 3 аптада бір түсіп жатсаң, значит, сен денсаулығыңда проблема деген сөз. Ол жаста емес проблема. Денсаулықта проблема деген сөз. Бірінші түсірген подкастқа байланысты жалпы сіздің ойыңызша қабылдауы қалай болды деп ойлайсыз аудиторияның? Енді біз, есіңізде болса, бірінші подкаст сіз айттыңыз ғой. Жаңағы көрермені болса, біз ар жаққа қарай жалғастырамыз деген сияқты ше. Соған байланысты ойыңыз қалай? Жақсы қарсы алды деп ойлайсыз ба? Подкастымыз пайдалы болды деп ойлайсыз ба? Енді көп адамдар, жақсы отзывтар айтып жатыр. Жақсы болды, пайдалы болды деп, мысалы, үйленбеген балаларымыз бар. Соларға да біліп жүрсе жақсы болатын еді. Балаларымызға жіберетін не екен деп нелерден, комментарийлардан естіп қалып жатырмын. Балаларымызға да біліп жүрсін деп жіберетін подкаст екен деп айтып жатқандарын көріп жатырмыз. Қазір рилс ретінде салып жатырмыз. Ол жақтан да жақсы отзывтар бар, бірақ бір әйел адамдар жайында айтқан кезде біраз әйел адамдар енді қарсылық білдірді. Өздеріңе қарап алыңдар деген сияқты еркектер не айтып отыр деп. Бұл жерде енді әрқайсысына біраз жауап бергім келеді, бірақ енді қол тимегеннен кейін бұл жақта біз еркектер емес отырып алып неше түрлі нәрселерді айтып жатқан әр саланың өзінің маманы болғандықтан бұл жақта енді жаңа екінші нені тыңдағаннан кейін, екінші рилсті тыңдағаннан кейін көп адамдар кішкене жаңағы дұрыс екен ғой деген сияқты ойға келген сияқты болды. Өйткені көбісінің айтқан нәрсесі ол жаңағы әйел, біз айттық қой енді, күйеу басқа жаққа кетіп қалмас үшін әйелде осындай 3 сипат болу керек деп. Ал көп әйелдердің айтқаны, ондай 3 сипат болу үшін еркек жақсы қарау керек, еркек обеспечивать ету керек, еркек жаңағы бәрін беру керек деп жаңа. Біз оны енді жаңа екінші рилсті айтқан кезде уже көп нәрсеге бір жауап болған сияқты болды. Солай, енді байқалғаны көбісі енді подкасты былай тыңдамай, жаңағыдай ортадан бөлініп алынған кезде, басы жоқ, аяғы жоқ болғаннан кейін көбісінде андай қарсылықтар болып жатқан сияқты болды. Иә. Ана не бар ғой? Не дейді ана, бір имамды муфтиятқа жалып жасап барады ғой. Ана имам халықтың бәрін бұзып жатыр деп. Не болды десе, ана ешекті көрсе дәрет бұзылады деп жатыр дейді. Муфтияттың адамы келіп сұрайды ғой, сен саған жалып жасап жатыр. Не деп жүрсің дейді, не деген жаман нәрсе шығарып жатсың. Не істептің дейді. Жұмада, имам, сен айтыпсың ғой, ешекті көрсе дәрет бұзылады деп. Кім айтты десе, мынау айтты, жалып жасап келді саған. Сөйтсе, сен уағыздың қай жерінен келдің деген ғой. Сен тайым жайлы айтып жатқан ғой. Сахарада жүріп келе жатқан адам, ешегінде су болған ыдыста. Демалып болайын деп, көлеңкені тауып, ұйықтап кеткен. Ешек жоғалып кеткен ғой. Қараса намаздың уақыты шығайын деп жатыр. Амал жоқ, тайым алып намазға тұрайын деп жатқан ғой. Сөйтсе ешекті көріп қалады да. Ол айтады, ешектің ақырғанын естісе деп еді. Ешектің ақырғанын естісе дәрет бұзылады деп. Дәл сол. Оказывается, адам сөз жеріне келген да. Сол сияқты да сіздерге айтарымыз толық, яғни біздің подкастымыз түсінікті болу үшін жұлып алған нәрсені андай не емес та. Егер де сол подкаст қызық болатын болса, YouTube'да толық нұсқасын көру керек та. Біз тек қана әйелдерді қозғап, немесе тек қана еркектерді қозғап жатқан жоқпыз.
бірақ анда сіздерге әрине рахмет біздің ахваттың көтерілуіне сонша комментарий жазып. Мен де қарап отырмын. Иә. Мен де қарап отырмын, шынымен мындай бір 900 000 просмотр болып кеткен нелер бар да. Егер де бір пайдасыз, керек емес дүние болатын болса, адамдардың санасында жатқан нәрсені қозғамайтын болса, олар кіріп кетіп оны көріп, комментарий жазып, негатив болсын, позитив болсын жазып атса, значит, бұл бір менің көзқарасым бойынша бір боль да. Мазалап жатқан нәрсе сондықтан қозғап жатыр деп ойлаймын. Иә, әркім өзінің ішіндегі нәрселер жазып жатыр ғой. Мен мысалы алдында жаңағы әйел адамның 3 сипаты деген кездегі көрген кездегі, түсінген кездегі нәрсем, көп әйелдер уже шаршаған сияқты да. Уже күйеуінен күте жаңағы нелерді өте көп жаңағы өздерінің оқиғаларын жазған кісілер бар. Олар неге өйтпейді, бірінші олар істесін деген сияқты біреуден күтетін жаңағы көбісі жаңағыдай күтеді да. Кезінде жап-жас қызығып алып еді, қазір осындай жағдайға жеткізді, одан кейін тастап кетті, или осындай жағдайға жеткізген өздері ғой деп жаңағы еркектерге назын айтып жатқан кісілерді мен өте көп көрдім. Сол үшін бұл жерде де енді әрине жаңағы бір жақты ғана кінәлап қоюға болмайды. Бұл жерде отбасы болғандықтан, екеуі бірге болғандықтан бұл проблеманы негізі бірге шешуге тырысу керек та, и оның шешілетін жолдар бар екенін түсіну керек та бастысы. Сен кінәлі, ол кінәлі, неге анау істемейді деп жүре берсек, ол проблема шешілмейтін отбасында. Не тек қана түбі ол жақсылыққа апармайды. Түбі ажырасумен. И так біздің Қазақстанда статистика жақсы статистиканы көрсетіп тұрған жоқ. Дүние жүзінің бойынша мысалы 2-ші орында деген статистикамыз, өкінішке орай сондай статистикамыз бар. Оның осындай неге болып жатқанының бір жаңағы несі ретінде, бір көрінісі ретінде кеше мен бір соны көргендей болдым да. Өйткені жаңағы әйел кісілердің сондай айтып жатқаны керек еді, сол мысалы күйеуінің не асырап жатқан жоқ дұрыс, не кеше сіз енді өзіңізде ана оқиғаны айттыңыз ғой, мысалы еркек мысалы өзіне қарайды, әйеліне қарамайды. Мысалы еркек өзі жаңағы баратын салондарына барады, баняларына барады, мысалы спорт залдарына барады, әйелі бармайды. Мысалы әйеліне бермейді, әйеліне жаңағы нені даже телефонның тарифін да төлемейді деген сияқты. Осы орайда мен бір оқиға айтып кеткім келіп тұр. Жақын арада осы бір жақында бір болды осы не оқиға. Мысалы бір жігіт келді приемға. Не айтады да, өзі жаңағы неден басқа қалада жұмыс жасайды екен. Негізі тұратын жерлері бір қалада тұрады, бірақ жан жақта әр қалада жұмысы, әр қалада жүріп жұмыс жасайтын жұмыс екен да. Солай үйінде көп болмайды екен жаңағы жігіт. Әр қалада жұмыс жасап жүргеннен кейін, үйінде көп болмағаннан кейін уже әйеліне суи бастаған. Сосын неге келген кезде, қалаға келген кезде уже денсаулығы сыр бере бастаған. Денсаулығымен проблема бола бастайды. Уже жыныс қатынасқа түсейін десе, уже әлсіреп дұрыс түсе алмайды. Сосын енді бізде көп адамдар біреу үшін шешім қабылдайды, мен соны байқадым да. Көп, мысалы еркектерде проблема болса, әйел үшін шешім қабылдайды, әйелде проблема болса, еркек үшін шешім қабылдайды. Бұл кісі былай шешім қабылдайды да, осы мен әйелімді қанағаттандыра алмай жатырмын ғой деген шешім қабылдайды. Өйткені тез кетіп қалады. Мысалы өзі 1 ай болған жоқ, или 3 ай болған жоқ, мысалы үйде 3 айда бір келді, 1 аптаға, например. 1 аптаға келген кезде, сол 1 аптада 1 рет болады жыныс қатынасқа, и басқа уақытта болмайды, уже кетеді, 1 рет кетеді, 2 рет кетеді, 5 рет кетеді, уже әр кеткенде уже андай ойлар пайда бола бастайды да. Мен қазір 1 аптаға келдім, 3 ай болған жоқпын үйде. Ол әйелдерде қалайды ғой. Значит, ол ертең мен қанағаттандырмай кеттім қазір. Ертең мен жоқ кезде ол басқа біреуге мен көзіме шөп салуы мүмкін ғой деген ой туындайды. Күдік туындайды, солай ойлай бастайды. Яғни әйел үшін шешім шығарып жатыр. Значит, әйел қанағаттанған жоқ. И біріншіден еще
мен ана әйелді қанағаттандыра алмай қалып жатқаным үшін ұят болып жатыр деп сондай ой туындайды да, сосын бір келгенінде әйеліне айта бастайды, может біз басқа еркек шақырамыз деп. Өзінің әйеліне қанағаттану үшін, мысалы әйеліне может ол керек жоқ та болған болуы мүмкін да, олдай іс-әрекет. Әйелі мысалы өзінің, мен айтып тұрмын да, сұрап жатырмын да, әйеліңіз айтты ма осыны? Әйелінің ойында да болмауы мүмкін. Әйелінің ойында да болмауы мүмкін да, мысалы. И бұл өзінің несіндегі ойындағы таракандарын сол әйелі солай ойлап жатқан болуы мүмкін. Ертең менің сыртымнан маған шөп салғанша мен біліп жүрейін деген, көрдіңіз, қандай жаман ой келеді еркекке. Сосын барып бастапқы кезде екеуі ұрсады, біраз уақыт болады, кейін көнеді. Сосын интернет арқылы жазады. Оказывается, сондай сайттар бар екен. Осылай жазса, соған елдер соны қарап, соған жаңағы жауап беріп, Қазақстанда болып жатқан бұл нәрсе. біздің Қазақстанда болып жатқан нәрсе. И бұл уже мен осыны естігелі бері бұндай оқиға уже бір емес, бірнеше рет естіп жатырмын қазір. Бұндай оқиғаны осы соцсеттарда, и осындай оқиға жазылғаннан кейін астында бірнеше адамдар комментарий жазып жатыр да, бізде де осылай болған, бізде де осындай деген сияқты комментарийларды қазір мен уже бірнеше жерден көрдім да. Сол кезде жаңағы отбасы енді бір еркекті жалдайды, үйінде бала шағасы бар, бала шағасын үйінде қалдырады да, өздері барып басқа жерге барып, гостиницаға барып жаңағы еркекті жалдайды. Солай жалдап жүргеніне 3 жыл болыпты. Енді маған ол жігіт келіп жатыр, енді 3 жыл болды, бірақ енді мен өзім емделіп көрсем ба деп жатырмын дейді. Емделіп көріп, может мен өзім қайдан қанағаттандырып бастасам, может ана кісі келіп керек болмай қалатын шығар уже деп жатыр да. Бірақ тағы да бір нәрсе, бұл еркектің айтып жатқан нәрсесі, мен әйеліме қызығушылық төмендеп кетті, мен керісінше еркектерге қызығушылығым артып кетті дейді. Енді ойлаңыз да, мына жерде не болып жатыр? Бірнеше зұлымдық болып жатыр да бұл жерде. Біріншіден еркек еркекпен болғысы келеді. Екіншіден өзінің әйелін басқа біреуге қойып беріп жатыр. Үшіншіден бағанағы келіп жүрген еркек, оказывается, оның да әйелі бар екен. И оның әйелі жыныс қатынас қаламайды екен. И содан кейін бұл жаңағыдай жерге содан іздеу іздеп жатыр да. Мысалы үйіне келеді, өзінің әйелі жыныс қатынас қаламайды, бұл болғысы келеді, бірақ әйелі болғысы келмегеннен кейін бұл да уже өзін қанағаттандыру керек қой. Содан кейін жаңағындай нелерден, соцсеттардан іздей бастайды, интернеттерден іздей бастайды, и осындай неге келеді. Яғни бұл 2 айда бір, 3 айда бір рет, жоқ, ай сайын болады екен, айына 1 рет или 2 рет болады дейді. Сонда бір кездері жаңағы жігіт жалдайды дейді гостиницаны, бір кездері біз жалдаймыз дейді. Бұл екеуі болып тұр, анау жігіт өзі жалғыз болып тұр. Сонда үшеуі бір бөлмеде бірге болады. Енді мен жігіттен сұрап жатырмын да, сіз де жігітпен боласыз ба десем, бұлай нақты жауап бермеді, бірақ менің ойымша бұл да болатын сияқты деп түсіндім мен. Жаңағы жауап бергеніне қарағанда, получается, бір жігітті екеуіне жалдап жатқан сияқты болды. Әйеліне де, өзіне де жалдап жатқан сияқты болды. Сондағысы осы жыныстық қатынасты біріншіден мен сол кезде интернетке өзім жаңа неме салдым, сторисқа салдым, и айтайын дегенім мынандай нәрсе да, қазіргі кезде өте көп қой, еркек табыс табу үшін басқа қалаға кетеді, әйел үйінде қалады, мысалы, немесе керісінше әйел кетеді басқа жаққа, еркек үйінде қалады. Бұл өте негізі дұрыс емес нәрсе. Себебі бұрын атам қазақ айтқан, алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деп. Себебі ол еркек, мен үнемі айтам, еркек егер бір жаққа кететін болса, 1 аптадан асатын болса, ол еркектің тестостероны жақсы жұмыс жасап тұрған болса, ол еркекті кез келген әйел сындыра салады.
Ол еркекті ештеңке ұстай алмайды. Мейлі 2 аптаға шыдауы мүмкін, мейлі 1 айға шыдауы мүмкін, но 3 ай, 4 ай, 5 ай айлап, жылдап кететін еркектер, олар или өздеріне мастурбация жасайды, или мастурбация да бізге ол болмайды ғой. Ол да мысалы рұқсат етілмеген нәрсе. Біріншіден или соны жасайды, екіншіден или басқа біреумен бірге, мысалы сожитель дейміз ба, или гражданский брак деген нәрселер көбейіп кетті ғой. Приемға өте көп келеді ондай маған. Сұраймын, үйленгенсіз ба? Жоқ, үйленген жоқпын, бірақ бір кісімен тұрамын, 5 жыл болды. Үйленген жоқпын, бір кісімен тұрамын, 3 жыл болды мысалы. Сол бала көтермей жатыр. Мен сұраймын да, басында келген кезде бала көтере алмай жатырмыз дейді. Сосын сұраймын, үйлендіңіз бе, неше вообще балаларыңыз бар ма десем, жоқ, үйленген жоқпын. Қалай үйленбесеңіз бала көтере алмай жүрсіз деймін да. Сөйтсем, жоқ, мен жаңағы бірге тұратын кісі бар, сонымен 5 жыл болды бала көтере алмай жатқанымызға. Бала көтерсек үйленеміз дейді. Ондай да сұрақтар, нәрселер де бар да. Сол кезде жүре берсең көре бересің деген нәрсе. Бірақ жаңағындай оқиғаны мен 17 жыл тәжірибемде бірінші рет көрдім да. Бірінші рет көрдім, бірақ одан кейін бірнеше рет көріп кеттім да қазір сондай оқиғаны. Аз емес. Уже аз емес екенін түсіндім да. Өйткені соның комментарийларын қарасам, ана комментарияда неше түрлі адамдар жазып жатыр да. Менің де күйеуім мысалы осы жақында біздің бір әріптесіміз салып жатыр. Осы бүгін қазір ғана көрдім да. Күйеуім мені не қыла береді дейді да. Басқа досым шақырайын дей береді дейді. Күйеуім үйде қонақтар келген кезде жаңа кемпір сияқты болмай, жаңағы мини юбка киіп, қысқа юбка киіп, жаңа жас болып, әйел сияқты жүр деп деген сияқты нәрселерді айтатын болды деп, жаңағы әйел өзінің несін жазып жатыр да. Барлықтарында осындай ма, или менің күйеуім осындай ма деген сияқты сұрақ қойып жатыр да. Ол психологически ауру сияқты ғой. Ол соны тура осылай жазып жатыр да әйел. Бұл ауру ма, или бұл не деген сұрақ қойып жатыр да. Енді ол еркектің несін мен жазылмаған, әйелдің тарапынан жазылып тұрған нәрсе ғой. Мен мына жақта еркектің тарапынан естідім да бұл нәрсені. Еркекте өзінде болған проблемалардың салдарынан. Енді ана жақта еркекте не үшін ондай жаңағы осындай неге оқиғаға бел буып отқанын, оны біз еркек тарапынан естіген жоқпыз. Может, еркекте де бір жыныс қатынасымен бір қандай да бір проблема болып жатқанның салдарынан осындай жаңағы неге келіп жатқан шығар. Ол жақта біз еркек тарапын естіген жоқпыз. Мына жақта еркек тараптан естіген кезде, яғни еркектің айтып жатқан нәрсесі, мен әйелімді қанағаттандыра алмаймын. Әйел менің сыртымнан шөп салғанша, менің көзіме сыртымнан қызғанып тұрған сияқты. Бірақ өзі добровольно жаңағы менің келісіміммен болып жатыр ғой деген өзін бір успокаивать ететін бір не сияқты да бұл жерде. Өзін тынышталдырып, мен бастысы маған измена жасап жатқан жоқ қой. Менің сыртымнан маған шөп салып жатқан, менің бұл кісінің айтқанында мен осы нәрсені түсіндім да. Менің қасымда бастысы менің көзіме шөп салып жатқан жоқ, менің рұқсатыммен болып жатыр бұл нәрсе деген сияқты. Былай қарасаң бір психологический ауру, бір арсыздық қой негізінде қарап тұрсаң. Ер адамның сипатында бір қызғаныш деген нәрсе бар, өзінікін ешкіммен бөліспеу деген нәрсе бар да. Мысалы адамда емес, ол малдардың өздерінде бар. Малдың өзінде бар. Малдың өзі қызғанады. Шошқадан басқа. Жылқы, мысалы айғыр деген үйіріне жолатпайды ешқандай, мысалы айғырды. Сол сияқты бұл жерде уже адамгершіліктен кетіп жатыр десек те болады да, мысалы. Қалай ол өзінің әйелін, өзінің отбасын, мысалы өзінің отбасынан басталады дейді ғой. Өзінің отбасын қылған болса, значит ол отанды да ешкімді де қызғанбайды деген сөз. Ол бәріне беріп қойып отырып жүре береді деген сөз нәрсе ғой бұл жерде. Осындай нәрселерді көрген кезде осы төсек мәселесі өте біздің қоғамда енді жабық күйінде қалған ғой. Жабық күйінде қалғаннан кейін не істесек болады деген бір ізденеді адам, бірақ таппайды да жауап. Мен ойымша мынандай сияқты да ереке. Төсек мәселесіне қатысты біздің қоғамда қандай бір шаблонды бір форматтар қалыптасқан ғой. Ұят болады. Или жаңағы игнор жасап бұл сұрақтарға жауап бермеу, или сұрай алмай қысылу деген сияқты ше.
нәтижесінде бұған байланысты бұл табиғи нәрсе, бұл қажеттілік деп мектепте, универде или ата-ана тарапынан, или үлкендер тарапынан түсіндірілетін бір формат қалыптаспаған да. Яғни шектеу, ұят болады деп сырып қою деген сияқты ше. И нәтижесінде бұны біз интернеттен көріп жатырық та. Интернеттен жаңағыдай әйеліне басқа еркектеп келу, әртүрлі порно сайттардан былайша айтқанда ше. Соны көргеннен кейін сол алгоритммен жұмыс істейді да. Мысалы сіз өткенде байқаған жоқсыз ба? Біздің түсірген видеоларда сол белден төмен көтеріле алмай қалдыңдар ғой дейді да. Көп адамдар жазып жатыр ғой. Иә. Бәрі сол белден төмен әңгіме. Біз мен алдыңғы подкасттарда айтқам. Белден төмен әңгімені шеше алмай жатқаннан кейін белден жоғары шыға алмай жатырмыз да. Бұл нәрсені, бұл проблеманы шешіп тастау керек та уже. Мына жерде биткен кезде бүйтсе болады. Мынандай проблема болған кезде мынандай шешім бар деп сол шешімнің бәрін шешіп тастаған кезде бұл проблема уже проблема болмай қалады уже. И сол кезде уже басқа направлениеға кетеді да, белден жоғары. Космосқа шығу мүмкін, мысалы, басқа да бір. Мысалы, ашық сұрақ та. Біздің қызымыз немесе ұлымыз үйленейін деп жатыр. Төсек мәселесіне байланысты ол жерде кім үйретеді? Или төсек мәселесі семьяда жоқ па? Ол қалай жасалынады? Ол қалай жасалынса дұрыс емес, қалай жасалынса дұрыс. Қай жерде оны оқытылады? Мектепте ма? Қай класста қай пән? Универде ма? Қай пән? Ол қай жерде үйретіліп жатыр? Деген сұрақ қой. Енді мынандай бір өткенде мен зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Осыған байланысты как раз өткендегі подкасттың кішкене жалғасы болуы да мүмкін. Табиғи жалғасы десек болады. Төсек қатынасынан, то есть айтып отыр ғой, әйелімді қанағаттандыра алмадым деген өткен темада біз қозғадық қой көп. Может, өткен подкастта айтпадым, есімде жоқ, бірақ қайталап айтайын, айтқан болсам. Төсек мәселесіне қанағаттана алмай жатқан әйелдерді жинап не жасайды? Қалай айтсам болады? Анкета жүргізеді. Төсек қатынасына қанағаттана алмауының себептері қандай дейді. Сол жерде 800-ден астам төсек қатынасынан қанағаттана алмай жатқан әйелдер жинайды. То есть оргазм ала алмай жатқан. Себептерді, бірнеше себептерді қояды, анкета ретінде таңдайды. Сол кезде мына 800 әйелдің жауап берген жауабы 42% былай жауап береді. Ең көп жауап осы. Ер адамның төсек қатынасында теориялық тұрғыда білмеуі дейді. То есть қалай жасалыну керек екенін теориялық тұрғыда білмеуі дейді. Мысалы, қарапайым нәрсе. Жоқ, теориялық дегенді қалай түсінсе болады? Неден кейін не? Неден кейін не? Былай. Этаптар ше. Былай просто оқып білу ше. Практика емес. Мысалы, қарапайым нәрсе, мысал келтірем. Кешке қарай үйден жұмысқа келдің. Үстіңде тері сасып тұр. Тамақ іштің, терледің. Сол күні төсек қатынасын жасағың келді. Жуыну керек па, керек емес па? Сенің жуынбауың, теріңнің сасып тұру төсек қатынасынан қалай әсер етеді? Мысалы, жуынуың қалай әсер етеді? И көп жерде бұны зерттеп байқап жүрмін. Төсек қатынасынан бұрын жуынатын еркектер өте аз. Қатынастан кейін жуына салам ғой. Қатынастан кейін жуына салам. Қатынасқа дейін терлеп келдің. Иә. И жуыну үшін қатынасқа түсіп алса болады деген сияқты. Иә. Получается, төсек қатынасына дейін жуыну ысырап. 2 рет жуынып қоясың. 2 рет жуынып қоясың. Ал енді төсек қатынасына қай жерден басталады деген сұрақ туындайды ғой. Спальныйден ма? Спальныйден бұрын ба? Бағана нені айттық сіздерге, мысалы, мен этаптарға көп бөліп тастадым да осы мәселені. Өйткені отбасылық мәселеде көп қиындықтар туындаған кезінде осы этаптар көп жүреді. Еще бізде жаңа не деді? Подкасттың немесе рилстың астында көп талқыланды бұл темалар. Осы семья мәселесін тек қана төсек шеше ма деген сияқты ше. Иә, төсек мәселесі спальныйда, бірақ төсек мәселесінің құнарлы өтуі үшін оған дейінгі этаптар бар деймін да. Мысалы, қарапайым нәрсе, әйеліңе деген күйеуінің
әйеліне сенімі жоқ. То есть әйелдің күйеуіне сенімі жоқ. Неге? Аманат ретінде алған базалық мәселелермен қамтамасыз етпейді. Мысалы, тарифке ақша салмайды. Мысалы, айында бір рет өзі шаштаразға барады, бірақ әйелінің қашан салонға барғаны белгісіз. Ол ай сайын киім алады, бірақ әйеліне киім әпермейді. Мысалы да. Немесе ауырып қалса, әйеліне дәрі-дәрмекпен көмектеспейді. Мысалы. И бұдан кейін әйелде еркекке деген сенім қайдан пайда болады? Енді ойлаңыз, сенім жоқ. Сенім жоқ адамның алдында сен расслаблені бола алмайсың ғой. Расслабление төсек қатынасын өте маңызды рөл ойнайды ғой, мысалы. Қараңыз, ол бірінші процесс. Екінші процесс, сен қаншалықты оны қуанта аласың, қаншалықты оны еркелете аласың да. Ал сенің алдында ол еркін болмаса, саған сенбесе, қалай еркелейді, қалай қуанады, мысалы да. И бұның бәрі теориялық этаптарда, былай қарап тұрсаңшы. Осының өзін көп адам біле бермейді. Нәтижесінде мынаяқта қиындықтар туындайды. Енді мысалы мынандай нәрсе бар, сіз айтып жатсыз ғой. Тарифқа ақша салмайды. Неге салон красотыға или шашын хотя бы мейлі салон красоты, спа айтпай қойық, шашына қидыруға ақша бермейді деген сияқты. Енді бұл жерде мынандай сұрақты, оны күйеуі определенный уақыт сайын өзі келіп, мә сенің шашыңа, мынау сенің тарифыңа, мынау сенің неге деп өзі айтып отыру керек па? Или әйелі үйде отырып алып, ал тапсын, маған не керек екен деген сияқты. Мен тарифім бітіп қалды ма, білсін, білем екен, сезем екен деп отыру керек па? Или айтса да әпермей ма бұл жерде? Қандай не? Ортақ не қандай дейсіз ғой? Ортақ шешімді. Мысалы, әйел айтты, мен шаштаразға баруым керек, маған ақша бер деді. Күйеуі бермесе, бұл басқа вопрос. Ал егер әйелі ол тапсын, мен шашым өсіп кеткенін, и маған айтсын, сол кезде ол жақтан, күйеу жақтан забота болады деп ойлап жүру, ол тағы бір вопрос да. Осындай да нелерде болуы мүмкін ғой. Мысалы, күйеу әйелі ойлап жүру мүмкін. Ол кісі маған қарай ма екен? Менің осындай денемде осындай өзгерістер болып жатқанын сезінем екен деп жүріп, ештеңке айтпай өзі тапсын, өзі білсін деп жүру мүмкін да. Ол күйеуі ондай нәрсеге мән бермеуі мүмкін да, мысалы, еркек ретінде. Табу оның міндеті, короче, деген сияқты. Ақша тауып келді, айтса береді, айтпаса жүре береді, например, да. Ол мысалы, еркектің шашы өсіп кеткен белгілі да. Бір айда ол көрінеді да, шашы өсіп кеткен. Ол әйелдің шашы өсіп кеткен, өсіп кетпегенін ондай қатты біліне бермейді ғой. Мысалы, бір жылдап әйел адамға мысалы керек жоқ болуы мүмкін да. Бірақ әйел айтса, мысалы, маған керек массажға барып келейін, например, спаға барып келейін, маникюрға, педикюрға, басқа да сондай сияқты нәрселерге мысалы барып келейін деп ақша сұраса, бермей қойса, ол может басқа вопрос болуы мүмкін да, сұрақ болуы мүмкін. Ақшасы бар, бірақ бермей қойды деп. Ал егер жаңағындай болса, жоқ, өзі тапсын, мені алды, қалай алды, солай маған ухаживать етсін, маған жаңағындай десе, ол да бір не болуы мүмкін да. Осы жердің қандай жаңағындай несі границасы қай жерде болсын? Хорошо, жауап берейін. Бұл жерде мен біріншіден мынаған көңіл бөлетінем да. Мысалы, көбінесе әйелдерге былай айтамын да, сұрақ қоямын былай. Жалпы ер адамның табиғатында бір Құдайдың ол изначально былай базовый бір қасиет ретінде дейміз, бір сипат ретінде енгізіп қойған бір сипаттардың біреуі бар да. Завоевательдер ғой, жаулап алушы. Ол бірнеше жаңағыдай иемденгісі келеді, бір нәрсеге жауап бергісі келеді. Кейбір еркектерде ол ашық түрде байқалып тұрады, кейбір еркектерде ол әлсіз көрінбей тұрады. Жаулап алушы деген бір не бар да. Менікі алғысы келеді бір жерде, иемденгісі келеді. Енді бұл еркек бір генерал сияқты да. Өзінің бойында қасиет, қабілет, тәжірибені жинап, бір жерде жаулап алғысы келеді. Ал әйел адам, менің түсінігімде, ол бір жаулап алынатын бір жер сияқты да, менің түсінігімде.
мысалы бір Сахара бар деймін да, елдерге айтамын, Сахара бар, и мына жақта бау бақшасы жайқалған бір керемет жер бар. Мына жақта генерал тұр, сенің күйеуің генерал. Қай жерді жаулайды деймін да? Сахараны жаулай ма, бәрі нәрсе ашық көрініп тұрған жер, короче. Су жоқ, қыстық. Су жоқ, қыстық, короче. Или өзінің ресурстарын жұмсап, мына жерде тұрған бау бақшасы жайқалып тұрған жаңағы нені жаулай ма? Әрине сол жерді жаулайды. Енді сұрақ, сен қайсысың деймін да? Сен Сахарасың ба, или бау бақшасың ба? Иә, мен қалай білемін оны дейді. Мысалы, қарапайым нәрсе, сенің бойыңда әйелге тән нәзіктіктің болуы, бойыңда интриганың болуы, әйелді, еркекті қызықтыратын болуы сенің бау бақша жайқалып тұрғанының бір көрінісі деймін да. Бәрі нәрсе ашық сенде. Еркелей алмайсың, наздана алмайсың, жаңағы күйеуінің алдында қулық жасай алмайсың. Шаршап тұрған кезінде қалай қулықпен оның шаршауын оятау керек екенін білмейсің да. Қалай күтіп бару керек екенін білмейсің. Бір өзіңнің бойыңда бір сондай бір нелер жоқ, скрытый жаңағыдай қабілеттер жоқ. Енді бұл әйелдер кісілер айтып жатыр ғой, неге біз жасау керекпіз, неге біз қу болу керекпіз, неге біз еркелеу керекпіз, неге бізді еркелетпейді. Енді мен қазір бұл сіздің қойған сұрағыңыздың бірінші жауабын айтамын, екінші жауабын айтқан жоқпын әлі, үшінші жауабымды айтқан жоқпын. Бірінші жауабын тыңдаңыз. Енді осы мәселе. Екінші мәселе, бір әйел келді маған. Күйеуімен проблема дейді. Не проблема? Мындай, короче, суып кеттік, ажырасайын деп жатыр. Хорошо, арадағы жаңағы бір-бірлерің жүректеріңді суымауына, жылы болып тұруына себеп болатын комплимент, жылы сөз айтасыңдар ма деймін да? Иә, айтамыз дейді. Ондай болатын болса, невозможно алыстап кетулерің деймін да? Бір-бірлеріңе жылы сөз, комплимент ашық түрде айтатын болсаңдар, невозможно деймін да? Ол да айта ма десем, оны білмедім, бірақ мен көп айтамын дейді да? Әйел айтып отыр. Понятно, ондай болатын болса, понятно деймін да? Тек қана сен айтасың, ол айтпайды деймін да? Не болды дейді да? Хорошо, не деп комплимент айтасың, маған айтшы деймін да? Қандай жылы сөздер айтасың күйеуіңе? Сөйтсем, забота форматында шыққан жылы сөздер бар. Жаңағыдай маманың форматындағы комплименттер, жылы сөздер, сондайлап айтқанша. И ол еркекті одан сайын алыстатады. Мысалы, тамақ жеп алсай, қарның аш қалмасын. Жылы киініп шықсай, дала суық болып тұр. Уколың салдың ба, ауырып қалмайсың ба? Киініп алдың ба, жаурап қалма. Ерте ұйықтасайшы, ертең жұмыс бар ғой. То есть бұл не? Маманың көбінесе баласына айтатын форматтағы комплименттер. Адам тек қана жаңағы физикалық денеден тұрмайды ғой. Оның психологиясына бұл нәрселер әсер етеді да. Психикасына, эмоциясына әсер етеді. Адам уже соған қарай не істей бастайды? Бір өзін бір бала сияқты сезіне бастайды. Еркелейін десе, қалай еркелейсің сен? Төсек қатынасын жасап жүрсің ба мен? Еркелемейін десе, жаңағы анал нәрселермен не қылып жатыр? Жаңағы итермелеп жатыр да. Бұл болмайды деймін да. Қанша уақыт болды десем, 2 жыл өстіп айтып жүрмін дейді. Күйеуін шақырдым, күйеуімен бірге отырмыз. Аға дейді, осы уақытқа дейін комплимент айтқан сайын жынданатын едім, түсінбейтін едім дейді да. Бұлай айтпаш дейін десем, жылы сөз айтып отырмын, ұнамай ма деп айтады дейді да. Енді түсіндім дейді да, мынау кәдімгідей мен мамам сияқты болып кетіп жатыр екен, мен оған раздражение боламын, может менде проблема шығар деп ойлайтын едім дейді да. Сөйтіп ана әйел сұрайды маған, енді қандай айтуым керек, қалай айтуым керек дейді да, чтобы мен әйел болып, нәзік болып қалу үшін, өзім немді сақтау үшін. Енді әртүрлі форматтар бар, мен өзім форматында айтайын. Бірінші кезекте ер адамға комплимент, жылы сөз айтқан кезінде міндетті түрде арасында 2 факт болу керек деймін да. Бұл менің форматым, түрлі форматтар бар да, бірақ мен өзім форматымда айтып отырмын. 2 факт болу керек. Өйткені ер адам любой информацияны бірінші ақылмен қабылдайды. Мысалы, әйел адам келді, жаным, мен сені жақсы көремін, сүйемін деп жатса, или жаңағыдай сенің болған қандай жақсы, сен кереметсің деп жатса, еркек адам қалай ойлайды?
блин, машинаны соқты ма, не істеді мынау, не сұрайын деп отыр деп или не сұрайын деп отыр. Ақыл тік жұмыс істейді да, түсінді. Ал енді факт болатын болса қалай әсер етеді? Мысалы, мен бірнеше жерде бұны айттым. Әйелім, то есть мен 2 күн Алматыда болған жоқпын. 3-ші күні келіп түнде қондым үйге. Азында ұйқыда тұрған соң әйелім айтып отыр да: сен 2 күн Алматыда болған жоқсың ғой дейді. Ақылға келді. Ақыл уже достоверность тексереді ғой айтқанда. Иә, мен 2 күн болған жоқпын. Түк, уже ақыл әлсірей бастайды. Блоктар ше. 3-ші күні келіп қондым ғой дейді. Екінші факт. Ақыл уже әрдайым безопасностьқа жауап береді да, былайша айтқанда ше. Иә, уже ақыл рұқсат береді. Көп әйелдер бүйтіп келеді да, мысалы, күйеуіме жылы сөз айтам, ана айтам, мына айтам, ол бүйтіп ашуланып кетеді, ренжіп қалады. Просто сен ақылын фактпен әлсіретпейінше, сен жылы сөздерің бәрі ысырап болып кетеді деймін да. Ақыл таможен деймін да. Сонымен біріншісі 2 факт айту. Мен әйелім келді, 2 факт айтты. 2 күн Алматыда болған жоқсың. 3-ші күн түнде келіп қондың ғой дейді. Енді 3-шісінде скрытый комплимент. Айтып отырмын, 2 күн Алматыда болған жоқсың. Дұрыс. 3-ші күні келіп қондың. Иә, дұрыс. Білесің бе дейді. Сен 2 күн үйде болмаған кезде мен ұйқым тыныш болған жоқ дейді. Приятно да. Сен 3-ші күні үйге келіп қонған кезінде дейді, мә рахаттанып ұйықтадым дейді. Не айтып отыр бұл әйел? Қараңшы, сен жоқ кезде менің өмірім тыныш емес дейді, ұйқым тыныш емес даже дейді. Ал сен қасында кезде бәрі тыныш. Бұдан кейін бұл әйелге бәрін бересің ғой. Иә, былай қарап тұрсаң да. Анау Харун Рашид әр жұма күн алтын таратады екен да. Алтын таратады. Соны уәзірі бір жерде бір бұрышта отыр дейді. Сен неғып алтын алмайсың дейді. Көңіл күйің неге жоқ дейді. Көңіл күйім жоқ дейді. Көңіл күйің көтерші, бір шелек алтын беремін дейді. Жоқ дейді. Көңіл күйің көтерші дейді, жаңағы бір қап алтын беремін. Жоқ дейді. Не керек саған айтшы дейді. Жарты байлығын берейін дейді. Жоқ дейді. Маған сен керексің дейді. Сен болсаң дейді, сен байлығың бәрі менікі дейді. Сол сияқты әйел адам ер адамды өзінікі қылып алу керек та, осындай жаңағы әрекеттерімен, жай даналығымен өзінің. 2 факт, скрытый комплимент. Ар жақ қарай ер адам саған не керек болса соны істеп береді да. Значит, ақшасымен бірге келеді дейсіз ғой. Ақшасымен бірге келеді. Бұл ақшасын не болса, көзде болса, ақшасы ғана қалады. Ақшасы ғана қалады. Өзі жоқ. Бұл әйелге, еркекке де не керек та негізінде, бір оны бағалайтын, оны пана тұтатын, оның байлығын емес, басқасын емес, қадірлейтін, байлығын емес, басқасын емес, бүкіл нәрседен соны үстін қоятын адам керек та, оны сезу керек еркекше. Сол кезде ол не істейді? Басқа әйелге, басқаға назар кетеді да. Бұны әйелдер жасай алады негізінде ше. Енді екінші сіздің сұрағыңызға жауап, ерлер тарапына алатын болсақ, еркектер тарапына алатын болсақ, еркектер тарапы өкінішке орай десем болады. Қазір мен мынандай синдром байқап жатырмын да, көп еркектерде. Синдром бедности. Ақшасының жоқ болып қалуы, ақшасының аз болып қалуы, осы нәрселерден қатты уайымдайды, қатты жағы қолайсыз жағдайға түседі, комплекске кіріп кетеді, да? Сөйтеді да, жаңа әйелі керегінен артық бір нәрсе алып қалса, әйелі или белгіленген жоспардан көбірек жұмсап қойса, кәдімгідей мінез көрсетіп шығады да. Яғни, ондай как будто бір ақшаны құдай емес, оның қабілеті тәжірибе беріп жатқан сияқты, өзінің қабілетіне байлап қойған, андай бір не да, бір синдром бедности дейді ғой, жаңағы. Өзінің ақшасы бітіп қалған сияқты ма? Өзінің ақшасы бітіп қалған сияқты, өзі ғана жаңағы тауып жатқан сияқты да. Құдайдың жаңағы құдайға сенбейді да. Маңдай терімен деген сияқты ше. Еңбегімен. Еще мынандай нәрсе бар. 200-лік синдром бар да еще. Мысалы, өзін бір подкасттардан, осындай кинолардан бір керемет образда еркектерді көріп алады да. Бір
благородный болғысы келеді бүйтіп благородный болып биік болғысы келеді да. Бірақ әйеліне салонға ақша береді мысалы да, допустим 10 мың теңге беріп жүреді, ол 15 мың теңге жұмсап қалса, ана синдром бедности қосылып кетеді да. Қалай сонда? Анау мынау деген сияқты ше. Біз еркектерге айтамын да, благородный болу қалауың төмен түсір деймін да. Ине жмотықтан құтыл деймін да. Екеуін біреуін таңда деймін да. Зачем? Или жмот екен мойында болды просто. И бұл жерде еркектердің жаңағы үшінші мәселе бар. Біріншісі жаңағы егіжүзділік синдромы бар, екіншісі жаңағы синдром бедности бар, үшіншісі шынымен белден төмен нәрсені көп ойлайды. Төсек қатынасы, анау мынау ләззат қуу деген сияқты нәрселер ше өте қатты ойлайды. И бұл ұсақталып кеткен еркектің көрінісі да, былайша айтқанда ше. Бұнда еркек тұрған кезінде әйел өзін жаңағыдай бау-бақшасы жайқалған әйел болып керемет қылып көрінгісі келмейді. И просто пример келтірейін, просто пример. Енді бір керемет мен сол еркектердің арасындамын демеймін, бірақ болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой, солардың қатарына кіруге тырысып отырмын деген сияқты. 20 апрель азанда ұйқыдан тұрған кезінде әйелім келіп құшақтап бетіме сүйеді. Бүгін сенің туған күн ғой дейді. Давай балдармен бүгін кафеге барайық дейді. Кафеге барайық дейді. Секундтар ғой кетеді. Каспийді бір түнде қарағам, примерно 1500 теңге бар. Наличканы жоқ ақша, короче. И анау айтып тұр. Примерно ол айтып тұрған суммасы бір 40 мың теңге, бір 50 мың теңгелік сумма ғой, былайша айтқанда. 3 балаң бар, анаң бар деген сияқты ше. Не айтасың, не істейсің осы кезде? Сен жындысың ба, блин? Міне 1500 теңге қазір. Сен 40-50 мың теңгемен қайдан табамын? Деп сол жерде езілу. Или екінші вариант бар. Мен сол кезде әйтеуір білмеймін, Құдай нәсіп етіп іштей сұрап алдым. Құдай ұялдырмашы деймін. Құдай мен мынаның қасында мені ұялдырып әлсіз күйге түсірмеші деймін. Бейшара қылмашы мен деймін. Ол қалауын айтты. Әйелім қалауын айтты да. Қалауында жаман нәрсе бар ма? Қалауында жаңа сені ашуландыратын нәрсе бар ма? Жоқ деймін да, Құдайым. Енді мені ұялдырмашы өтініш деймін да. Сөйтіп ол шай дайындауға кетті азанда. Неге жаңа завтрак. СМС келеді, короче. 5-ақ минут. Аға, срочно бүгін консультацияңыз керек болдыр. Ажырасайын деп алдым дейді. Срочно дейді. Өткенде жазып жіберген соң мынанша деп соны жібере салайыншы, қай номерге жіберейін дейді. И сол жаңа біздің кафеге кететін сумма да. Қарап тұрсаң, насколько Құдайға сенген жеңіл деймін да, бір қарап тұрсаң, Құдай әйтеуір бір нәрсе береді, себептерін жасаған болсаң да. Мен солай ойлаймын. Біріншісі жаңа әйелдердің мына жақтан жаңағы өзінің функциясын атқаруы, екіншісі әйелдердің мына жақтан функциясын атқару. Келіспеушіліктер бола ма? Міндетті түрде болады. Келіспеушіліктерді кетіретін жалғыз нәрсе бар, диалог. Сөйлесу, былай араласудың қажеті жоқ. Боп қалды ма, бір келіспей жатыр па, жүр, сөйлесіп қайтайық, шай ішіп қайтайық. Енді мен бағана сұраған нәрсем мынандай ғой, мысалы әйел жаңа сізден сұрады, айтты, кафеге барайық деді. Сіз Аллаға шүкір тауып бердіңіз, бардыңыздар. Но егер солай айтып жатса, мне кажется, еркектер оны тауып беретін сияқты да. Шашымды алғам десе, жоқ деп алмайсың деп отырып алатын еркек жоқ сияқты мен ойымша. Просто көбінесе ол неді өзі тапсын. Менің қалауым тапсын. Мысалы кейбір психологтар айтады ғой, еркектерге мысалға гүл, еркектерге шөп дейді. Әйелдер мысалы маған гүл бермеді деп ренжіп жүреді дейді. Сол үшін әйелге мысалы егер гүл қаласа, ол айту керек дейді. Мысалы 8 март күні сағат 10:00-де мен мына жерде осы гүлді көргім келеді деген сияқты. Сол кезде ол еркекке ол нәрсе қиын емес дейді. Ол гүлді алып бере салу, басқа да бір салонға бір ақша тауып бере салу, массажға бере салу, или басқа да бір керек десе машинада алып бере салу. Мысалға егер запрос болса, егер сол запроспен жаңағындай өзіңіз айтқандай Алламен жақсы мәміле құра алатын еркек болса, Алладан сұрай алатын
мен ұялтпашы деп. Алла тағала береді ол нәрсені. Иә. Просто көп еркек ол нәрсені түсінбей жүруі мүмкін да. Ол мысалы намек деген нәрсені көп еркек түсінбейді ғой. Сіз өзіңіз білесіз да, мысалы әйел бірдеңке қылып намекать етіп қоюы мүмкін. Бір айдан кейін 8-ші март келе жатыр деген сияқты. Жаңағындай мен айтып жатқаным нәрсем, ол әйел бүйтіп конкретно бүйтіп айту керек па, мен тарифім бітті, міне бір ай болды или 5 күн болды біткеніне, міне қара сенбесең ақша саласың ба деп айту керек па, или мен оған звондамай жүрмін, значит ол менің тарифім бітіп қалғанын ол білмей жүр ма? Неге ол білмейді? Неге менен келіп сұрамайды деген мәселе ма бұл жерде? Иә, түсіндім. Енді бұл жерде бірінші мәселе, жаңа айттым ғой, әйел егер құлпырып жай қалып не қылатын болса, мына әйелге еркектің назар түседі да, детально көңіл бөлуге әрекет жасайды. Барлық еркек емес, жасайды айтқандай. Кейбір еркектер сезінбеуі мүмкін. Назар түседі да, жаңағыдай оның жаңағыдай оған ұнайтын нәрселерді көбірек жасауға әрекет жасайды. Гүлді сұрамай қап әперуге да, оның көңілінен шығу. Еркек өзі жасайды. Еркек өзі жасай бастайды. Жаңағыдай тарифі болатын болса, тарифін жаңағы беруге, жағдай қиын болатын болса, жаңағыдай оны қысылмай, қымтырылмай айтып түсіндіруге әрекет жасайды да, былайша айтқанда ше. Ол үшін әйел құлпыру керек па? Құлпырып, сондай бір дәмді, тартымды болып тұру керек та. Мысалы біз сүйкімді, тартымды нәрселерге әрдайым жақындаймыз ғой, тартыламыз ғой. Мысалы мынандай, жаңадан бір қызбен жүріп жүрсің, ол құлпырып жүр, иә? Оған сен гүл де бересің, шоколад да бересің, тариф та бересің да. Иә. Бұл жерде енді ол құлпырып жүрген үшін, иә? Ол кезде ол қыз құлпырып жүр. Ал құлпырып жүрмесе, получается, еркек те оған жақындамайды, ештеңке бермейді, иә? Ал енді көп, мысалы, әйел кісілердің айтып жатқаны мынандай ғой, мысалы, еркек берсе, әйел құлпырады деген сияқты. Еркек істесе, әйел құлпырады. Еркек, мысалы, шаштаразға ақша берсе, әйел барып шашын алдырады, әдемі болады деген сияқты. Бұл жерде, получается, бірінші, енді бұл шақта да қазір неше түрлі спорлар кетеді. Само собой. Бірінші анау істеу керек, бірінші кім істеу керек деген сияқты ғой. Енді мына қараңыз, менің позициямда, менің түсінігімде ер адамдар жауапкершілік алу керек. Енді тағы да мынандай нәрсе бар да, қарым-қатынастың әртүрлі этаптары бар да. Мысалы, әйел сұрамайды, тырысып қалған, өзі тапсын деп отырады. Еркек, мен қашан табамын деп бүйтіп отырып алады да. Бұл, мысалы, сіз любой аурумен келген адамға бірінші УЗИ тапсыр, лабораториядан өт дейсіз ғой, соған қарай анықтайсыз. Сол сияқты мына деңгейдегі адамдарды да, мысалы, давай, сен құлпыр, еркекке сен мынаны жаса деп айта алмайсың да, түсіндіре алдым ба? Табиғи ерекшеліктерін ескеру керек. Еркектің өскен ортасы болуы мүмкін, мысалы, ата-анасынан бір қатып қалған бір образды көрді да. Әйел өзінің ата-анасынан бір жұмсақ, бір индийский образды көрді да, түсіндіре алдым ба? И олар 10 жыл өмір сүрсе де, ана бір-біріне еге алмаған, түсіндіре алдым ба? Олардың сол уақыттағы ситуациясына қалыптасқан түсінігіне байланысты бір жол картасын сызасың да. Соған қарай сызасың. И мына жерде кеп тұр, әйел мен еркек 1 жылдық. Олардағы мәселе басқаша да, түсіндіре алдым ба? Әрқайсысына қарай бір не бөлесің да, қалай айтсам болады, индивидуальный подход болады да бұл жерде ше. Жоқ, ол психологқа кесе. Кемесе ше, екеуі өзара ол нәрсе. Кемейді. Кемей. Осындай проблема, мысалы, көп адам қазір психологқа бара бермейді ол. Иә. Мысалы, отбасында сондай проблема болып жатыр да. Енді ол екеуі бір-бірін қалай түсіну керек? Мен құлпыру керекпін ба, или сен маған гүл беру керексің ба, мен құлпыру үшін деген сияқты. Дәл осы сұрақты мен ана кітап жаздым дедім ғой, жек көруден жақсы көру, қазір кітап бар, сол жерде әйел келеді маған. Қандай кітап? Жек көруден жақсы көруге. Жек көруден жақсы көруге. Орысшада сөз бар, соны наоборот. Сол кітапта әйел маған келеді, 5 сеансқа қабылдаймын. 5 сеанстан кейін осының бәрін мен жасай берейін ба дейді. Сіздің сұрақ, осының бәрін мен жасай берейін ба, ол қашан жасайды дейді. Ол еркек емес па, ол жауапкершілік алмай ма? Хорошо, ол еркек, ол сен жасы үлкен, ол дін бойынша жаңағыдай жауапкершілік алу керек. Бірақ семьяны сақтап қалу деген, семья маңызды деген осознанностьті Құдай бүгін саған беріп отыр ғой деймін да.
оған емес деймін да. Получается, сен жауапкершілік аласың дейді пока. Мысалы сондай да не бар да, ситуациялар бар. Еркек әлі келмеген осознанностьқа, түсіндіре алдың ба? Сен ғой семьяны сақтап қойғың келген, иә деймін да. А ол жаңағыдай семьяны ойлап жатқан жоқ, сен ойлап жатқан қиыншылықты ойлап жатқан жоқ деймін да. Ол қазір барып айтсаң, сен жынысың ба, мен ауру емеспін дейді ғой. А сол үшін менде бәрі жақсы. менде бәрі жақсы. Деген әйелге айтам, давай сен былай істе. Сенің жаңағы артықшылықтарың, жаңағы сенің күйеуіңе әсер ететін жақтарың мынау. Осыны былай жасайық. Күйеуің беті бері қарайды. Сонымен бастадық. Сонымен бастағаннан кейін бір үш неден кейін, жаңағы 3 әрекеттен кейін, 2 апталық уақыттан кейін сен кімге барып жүрсің, не істеп жүрсің? Осындай. Мен де барсам бола ма дейді. То есть 2 апта уақыт өтті да, бірақ ана күйеуі беті бері қарады да. Әйтпесем бір-біріне пышақтық, бір-бірін өлтірмекші болған да. Сон әйелі, ойбай, мен ғана істей беремін. Жоқ, көп істемейсің, 2 апта істейсің, бітті міне. Күйеуің келді. Шүкір, қазір өмір сүріп отыр, керемет. Былайша айтқанда, осознанность кімге келеді, соған сияқты да. Бірақ екі жағда бірдей болып тұрған болатын болса, мысалы екі жағда мен еркекке жауапкершілік ал дейтінмін да. Жауапкершілік ал. Осын давай жұмыс істейік. Инициатива наказуема деп айтады. Сол сияқты. Солай да. Что-то бүгін отбасы темасын көп қозғайды. Қайтадан біраз нелер, комментарийлер келетін сияқты. Иә. Жалпы мен де басын аштым. Төсек қатынасын енді урология жағынан сіздің темаңыз ғой енді. Дұрыс жасау мәселесі қалай жасағанда екі жаққа да пайдалы болады. Мысалы, еркектер тарапынан бірінші бастайықшы. Өзіңіз бір этапына бір бөлісіп берсеңіз. Төсек қатынасы негізі көп аурулардың алдын алады негізі. Бұл дұрыс жасалса, әйелмен болса, мысалы көп адам оны дұрыс түсінбей қалып, қазір үйленбей жүрген еркектер басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін да. Сол үшін бұл жаңағы дұрыс жолмен, өзінің әйелмен болса, өйткені қазір жыныстық жолмен арқылы жұғатын инфекциялар да өте көбейіп кетті қазіргі таңда. Сосын үйленбей жүрген жігіттер де көбейіп кетті, мастурбациясын жасап. Сол үшін бұл олардың денсаулықтарына, еркектердің денсаулықтарына үлкен проблема алып келіп жатыр. Ал енді төсек қатынасы дұрыс болса, екі жақты қанағаттанса, әйелде, еркекте қанағаттанатын болса, бұл біріншіден гормоналдық дисбаланс бұзылады, ағзадағы гормоналдық фон реттеледі. Екеуінде де. Әйел тек қана, еркекте ғана реттеледі, маған одан не пайда деген нәрсе жоқ, әйелде де, еркекте де реттеледі. Екіншіден, қан тамыр, қан айналымы айналса, екі жақта да реттеледі. Еркекте де, әйелде де. Өйткені бұл жақ, мысалы, қозған кезде жыныстық мүшеге қанның келуі жақсарады. Сосын норадреналин гормоны арқылы пульсация күшейеді, көтеріледі, артады. Мысалға, обычный кезде 60-70 рет соғып жатқан жүрек, жыныстық қатынас, сапалы жыныстық қатынасқа түскен кезде 100-150-ге дейін баруы мүмкін. Яғни, жүрек қанды көп айдап жатыр деген сөз. Ағзаға қан көп айдалған кезде, ол бүкіл қан тамырларды айналып, тез айнала бастайды. Бізде ағзамызда, мысалы, жоспармен, мысалмен айтқанда, 5 литр қан айналатын болса, сол 5 литр қан, мысалы, 1 минутта определенный уақыт айналатын болса, бұл жерде ол 2 есе 3 есеге дейін көп айнала бастайды. И майда қан тамырлардың ішіндегі тромбтарды тазартып отырады, жұлып кетіп отырады. Яғни тромб барып жүрекке, миға, бір қан тамырларға барып қадалып, сол жерде бітеп қалу үшін ол тромб үлкею керек. Мысалы, тас, құм бүйректе, ол барып несебағарға бітеліп қалып, почечная колика беру үшін ол тас бірігіп, үлкейіп, құм бірігіп, үлкейіп, тас қайналу керек. Сол кезде ғана барып ол проблема создавать етеді. Оға дейін құм, ол үнемі шығып отыруы мүмкін, и ол адам құм шығып атқанын білмеуі де мүмкін да.
сол сияқты қаншама майда бір тромбтар қан тамырларының ішінде жүрген болуы мүмкін, бірақ олар бір-бірімен қосылып үлкеймейінше, ол май жаңағы нелерді, қан тамырларды бітемейінше біз ол проблема бар екенін білмейміз да. Сол үшін сондай проблема болмас үшін бізде мен как дәрігер ретінде, уролог, андролог дәрігер ретінде біз айтамыз, тұрақты жыныс қатынасқа түсіп отыру керек. Күнделікті бағана қан тамырларымызды тазалап отыру керекпіз дейміз. Тұрақты деген аптасына қанша мысалы? Мен кемінде 3 рет деп айтамын. Кемінде. Жас бұл жерде енді көп кісілер бізге маған жазып жатады. Бұл жерде ол сен кімдерді айтып жатсың? Еркек жас балаларды айтып жатсың ба или үлкен кісілерді айтып жатсың ба деп дейді. Бұл біз негізі көбінесе мимен беріліп қоямыз да. Мимен сынып қаламыз. Мысалы, менде жаңағы есептесем, статистика бойынша 150 мыңнан аса адам қабылдаппын. Осы 17 жыл стажым жаңағы несінде жұмыс істеген кезінде. Енді ойлаңыз, 150 мың деген ол өте көп санда. Күнде неше түрлі адамдар көреміз. Біреу 50 жаста уже шал сияқты келеді, біреу 50 жаста жап-жас бала сияқты келеді. Сол үшін бұл жерде кім қаншалықты мимен беліп қойғанына байланысты, соншалықты мысалы ол айтуы мүмкін, мен 70 жастамын, мысалы мен 3 рет түсе алмаймын, маған 3 аптада 1 рет түсу керек деп. Негізі егер ол да жаңағы денсаулығы жақсы болса, аптасына 3-4 рет 5 ретке дейін түсіп жатқан 70 жастағы кісілер бар. Жасқа қарамайды яғни. Жасқа қарамайды. Яғни сен егер жыныс қатынасқа 3 аптада 1 түсіп жатсаң, значит сен денсаулығыңда проблема деген сөз. Ол жаста емес проблема. Денсаулықта проблема деген сөз. Значит сен сол сондай жағдайға алып келдің деген сөз. Мысалы тура сондай машиналар да бар ғой, мысалы. 2025 жылғы машина мысалы бар, уже моторы бұзылып жатқан, уже жүрмейтін машиналар да бар, мысалы. Или 2000 жылғы машиналар бар, әлі жүріп жүр, мысалы кез келген қалаларға барып жүре бере алатындай да машиналар да бар да. Сол сияқты бұл жерде кім қалай өзінің денсаулығын күтінді, кім қалай жаңағы мимен жеңіліп қалмады, соған байланысты бұл жерде. Сол үшін жаңағы айтамыз ғой, мысалы 3 рет болу керек деген сөз, ол үлкендерге де, кішілерге де. Енді ол минимум 3 рет деп жатырмын да мен. Ал жастар, мысалы жаңадан үйленген жастар, олар 15 рет болуы мүмкін аптасына. Біз айтпай-ақ көп жасайды олар. Ол и так бізден сұрамай-ақ, олар көп жасайды. Бұл сол жаңағы жастардың, мысалы ненің кейбіреулерінде бір басқа қалада жұмыс істеп жатқан болуы мүмкін. Егер ол жас кезінде 3 рет жасап жатқан болса, одан артық 4-5 ретке күші жетпей жатқан болса, значит ол ода бір проблема болған болуы мүмкін. Ол тексерілу керек деген сөз, значит. Егер жаңағы үлкен кісілер жаңағы аптасына әйтеуір 3 рет болып жатқан болса, онда ол оған норма болып есептелуі мүмкін да. Оған қазір данный момент Құдайға шүкір ғой, сол 3 рет болып жатыр, особо қатты тексерілу может керек жоқ болып жатқан болуы мүмкін. Бірақ кейбір кісілер айтуы мүмкін, мен 5 рет болып жатыр едім, мен 3 рет болып қалдым, мен көрейін деп едім, не болып жатқанын деп. Неге ондай болып қалды, неге ондай болып жатқанын көрейін деп едім деп келуі мүмкін да кейбір кісілер. Сол үшін мен қазір мысалы пациенттер келген кезде, мен ем тағайындаған кезде выбордың бәрін пациенттің өзіне қоятын болдым да. Мен айтам, әркімге денсаулық қаншалықты керек болғанына байланысты 2 түрлі или 3 түрлі емнің түрі бар. Мысалға, егер сіз айтсаңыз, түбегейлі емдейтін жол бар. Мысалы, патолог тесілді, су ағып жатыр. Бірақ біз келіп айтсақ, жер су болып жатыр, жерді, полды сүртіп алайық десек, ол дұрыс па? Оны біз өмір бақи сүртіп отыру керекпіз да, или бір мына жерге бір кірлен қоюымыз мүмкін. Қойып қоюымыз мүмкін, и соны үнемі төгіп отыруымыз мүмкін да. Проблема шешілген сияқты, бірақ түбегейлі шешілген жоқ бұл проблема. Сол сияқты мен айтам да, мысалы проблема бар. Мысалы проблема жұмыртқаның қызметі бұзылды. Соның салдарынан бізде мүше жұмыс істемей қалды. Бірақ мүшеге біз протез сала салсақ, жұмыртқа жұмыс істемеген үшін, жұмыртқа өзінің қызметін дұрыс атқармаған үшін мүше жұмыс істемей қалды. Мүше жұмыс істемей тұр деп біз мүшенің ішіне протез салып жіберсек,
Енді ол уже уақытын өткізіп алып келген болса, иә, ол дұрыс шешім. Өйткені мына жерде уақытысында барған жоқ, уақытысында мүшені емдеген жоқ. Жұмыртқаның салдарынан, жұмыртқа дұрыс гормон бермегеннің салдарынан болған болуы мүмкін бастапқы кезде. Сол кезде уақытысында устранить еткен кезде жұмыртқадағы проблеманы мүше может нормально жұмыс істеп тұруы мүмкін еді. Бірақ өкінішке орай біз проблеманы түбегейлі іздеген жоқпыз да, шешімді сол болып тұрған жерден іздедік та. Бірақ негізі ол жерде шешім, ол жерде емес еді. Өйткені шешім басқа жерде еді, проблема басқа жерде еді. Сол үшін бұл жерде жаңағы нелер, егер отбасында жыныстық қатынаста бір проблема болса, мысалы маған былай әйелдер былай келеді, айтады да, күйеуім мысалы мен айтамын дейді, айына бір рет боламыз. Барып тексерілейікші десем, менде бәрі жақсы деп бармайды дейді. Ұрсады дейді, өлдің ба деп айтады дейді. Мысалы ана жолда біз қозғаған сияқтымыз бұл тақырыпта. Енді ойлаңыз да, бұл жерде определенный бір норма бар. Егер еркекте әйел болмаса, айына бір рет или вообще бір жылда вообще түспей жүрсе, ол норма болып есептелінеді. Өйткені ода жоқ, баратын жер жоқ, шығаратын жер жоқ. Ол түсінде көріп жатыр. Ночные полюция болған болуы мүмкін да. Но егер сенің әйелің бар, жас, қасында жатыр, ешқайда кетіп қалған жоқсың, значит сен өзіңнің хақыңды беру керексің ғой әйеліңе. Егер сен бере алмай жатсаң, сол бере алмай жатқанды әйелің айтып жатса, значит оны тыңдау керек. Неге мен бере алмай жатырмын деп барып тексеріліп, оның себебін анықтау керек та. Егер еркекте, мен всегда айтамын, аптасына 5 күнде бір, егер мысалы еркек болмаса, әйелімен бірге жатқан әйелімен етеккір ештеңке жоқ, әйелің дені сау, бәрі жақсы, үйінде ешкім мешайт етіп жатқан жоқ, қонақтар жоқ, бір комнатада 20 адам жатқан жоқ, мысалы екеуі бір спальныйда бірге жатыр, ешкім жаңағыдай жыныстық қатынасқа толық түсу мүмкіншілігі бар, бірақ түспей жатса, значит ол жақта бір проблема бар. Или ол психологический, или ол эмоциональный, или ол физический, да, или ол мүшесі істемей қалды, или ол екеуі бір-бірімен ұрысып қалды, бір-бірін жек көреді, или бір-бірін көргісі келмейді. Но в любом случае проблема бар да, сол қай проблема екенін анықтау керек та. Бір-бірін көргісі келмей ма бұл екеуі, или ажырасқысы келіп тұрған адамдар ма? Или көргісі келеді, жақсы көреді, болғысы келеді, немесе или болғысы келмейді жыныстық қатынаста, ондай да болуы мүмкін. Гормон, тестостерон гормон түсіп кетсе, просто жыныстық қатынаста болғысы келмейді, просто и все. Или мүшесі жұмыс жасамайды. Мынандай сұрақ болып тұр да. Жалпы еркектің немесе әйелдің мүшесіндегі, сол екі тараптың жыныстық мүшесіндегі кішігірім мәселелер сапалы төсек қатынасында қайта қалпына келіп емделуі мүмкін ба? Егер аздаған проблема болса, егер ол мысалы еркек бойынша айтайық, еркек мысалы дұрыс ұйықтамаса, дұрыс тамақтанбаса, спортпен айналыспаса, стресс, депрессия болса, жыныстық қатынасқа түспей жүрген болса, ол оның денсаулығының бұзылуына алып келеді. Егер солардың бәрін реттеп бастаған болса, егер қатты асқым кетпеген болса, онда қайтадан басқа да бір ешқандай бір проблема болса, сол жаңа мүшенің әлсіреуі осы жаңағы айтып кеткен себептердің салдарынан болған болса, онда оны устранить еткен кезде, егер ерте жаңағы проблеманы анықтады, түсінді, осының салдарынан екен, сразу ұйқыны реттеді, тамақты реттеді, спортпен айналысты, жыныс қатынасты реттеді, жаңа тәтті нәрселерді азайтты, онда қайтадан орнына келуі мүмкін. Сіз айтып отқан жаңағы образ жизни былайша айтқанда, иә? Салауатты өмір салтын сақтау өте маңызды негізі. Адам денсаулығына, жаңағы денсаулығын жақсаруына. Давайте мынаны талқылайықшы. Жалпы сапалы жыныстық қатынасты қалай өткізу керек? Мысалы, этаптарын көп адамда білмеуі де мүмкін. Мен білмеймін, мысалы, бұны талқылап, яғни шектен шықпай, арсыздыққа бармай, отбасын құрған адам сапалы төсек қатынасын қалай жасау керек деген нәрсені үйретіп отқан жер білмеймін. Арсыздыққа кірмейді, былайша айтқанда ше. Сексолог деп отқандар бар, кейде қарайсың қуып кетеді да, болмайтын бір нәрселерді айтып, қызыл түрсеги, анау-мынау. Зачем?
отбасын жаңағы тоқтауға көмектесе ма, или еркекті қоздыра ма, білмеймін да. Жалпы ер адам тарапына қараған жағы или әйел адам тарапына қараған жағы сапалы қарым қатынас неден бастап, ішінде нелер болу керек деген сияқты ше. Көріп жатқан адамдар пайдалы болсын да. Сапалы жыныс қатынас ол бірінші айтады ғой, дайындалудан басталады дейді. Мысалы кешке жақын жыныс қатынасқа түскің келсе, күндіз таңертең оның несін, жаңағы балықты аулау үшін оған жаңағы қармақ саласың ғой, қармақ саласың, сосын соған балық ілінеді, сосын аулайсың да деген сияқты. Бұл жақта қармақ салып кету керек дейді. Мысалы үйден кетіп бара жатқан кезде, жұмысқа кетіп бара жатқан кезде жаңағы жылы қоштасып, жаңағы бетінен сүйіп, жаңағы жылы сөздерін айтып кету керек. Мысалы жұмыста отқан кезде бір арасында жақсы сөздер жазып қою керек деген сияқты. Қазір кейбір нелер қазір шығады, не айтып отыр мынау подкаблшник деген сияқты неше түрлі әңгімелер. Енді бәріне жаға беру мүмкін емес, ондай нелер де болады. Біреуге бастысы бір адамға бұл пайдалы болса, соның өзі біздің жаңағы неміз дұрыс екеніне біз көзіміз жетеді. Сосын үйіне келгеннен кейін енді егер отбасы, бала шағалы отбасылар болса, жаңағы тек қана жоқ жаңадан үйленген отбасылар, әртүрлі жағдайлар болады. Кейбір кісілер ата-аналармен тұруы мүмкін. Ондай кездерде де мысалы маған келеді кейбір пациенттер, ата-анамызбен тұрамыз, бізге сол үшін де жыныс қатынасқа көп түсе бермейміз деп айтатын кейбір кісілер де бар да. Мен айтамын, ата-анамыз бір комнатада тұрасыздар ма десем, жоқ, жаңағыдай бөлек-бөлек тұрамыз дейді. Бірақ бір ванна, бір душ, бір жуынатын жер мысалы. И соны жыныс қатынасқа түскен кезде қайта-қайта жуына беруге де ұяласын дейді. Себебі жаңағындай енді күнде жуына берсең жаман ойлап қаламады. Әркімнің өз ойында да, миындағы таракандар да. Сол үшін бұл жерде енді адамның енді әрине ол жағдайына байланысты. Жағдайына байланысты, мысалы өзінің комнатасында өзінің душы болса, ол ішінде не болып жатқанын ешкім білмейтіндей жағдай болса, онда әрине ол басқаша болады. Күнде түссе, күнде 2 рет түссе де болады мысалы. Ал егер оның бір душта бір 2-3 семья мысалы барып отырып не алатын болса, ол жерде уже әрине білініп тұрады. Мысалы менде мынандай бір не болған, қызық, бірнеше жыл бұрын бір өте жақын танысым айтады, негізі ораза кезінде жыныс қатынасқа түсуге бола ма не дейді. Сосын мен айтамын да, болады, ауыз ашқаннан кейін де. Соны білмейді да жаңағы кісі. Енді жаңадан может ораза ұстап, есімде жоқ қазір, скорее всего сондай болса керек. Сосын мен айтамын, не болып қалды десем, анау жаңа біреу айтып жатыр, енді общий танысымызды айтып жатыр да, күнде болып жүр ғой дейді. Сосын мен айттым, қайдан білесің десем, күнде душқа түседі ғой дейді. Сырттан қараған кезде бәрі біліп тұрды ол нәрсені. Сол үшін бұл нәрседе қатты маңызды роль ойнайды да, бұл жаңағы душтың неде болуы, спальныйда болуы, оны ешкім көрмеуі деген сияқты. Енді жарайды, ол вопростарды шештік. Кешке жақын енді келді. Жыныс қатынасқа түсетін кезде бізде еркектер көбінесе үйленгеннен кейін мындай не сияқты да, малдар сияқты, жануарлар сияқты, малдар демеймін, жануарлар сияқты жат киім шешеді да, жата қалады, болды, все бітті дейді, жатып ұйықтап қала салады да. Мысалы оны олай олай жасамаңдар деп бізде мысалы неше хадистерде де бар ғой, жануарлар сияқты болмаңдар деп. Қыздырыңдар дейді, немесе елші жіберіңдер деп, әртүрлі жаңағы нелер, жаңағы бұл төсек қатынасы жаңағы ұятты не болғаннан кейін неше түрлі сондай жаңағы жылы сөздермен де былай жеткізуге тырысқан да, жаңағы тез бола салмаңдар деген сияқты. Сол үшін еркек пен әйелдің несі, ағзалары әртүрлі. Еркек тез қозады, бірақ еркекте ол қозғаны көзбен көрініп тұрады. Әйелдің қозғаны көзбен көрінбейді. Сол үшін әйелдер оргазмды симитировать етуі мүмкін. Симитировать деген қазақша қалай бар?
оргазмды имитация жасауы мүмкін да, оргазм алып жатырмын деп, бірақ оргазм алмауы мүмкін да әйелдер. Оны еркек білмейді да, әйел оргазм алды ма алған жоқ па. Сұрайсың да, алдым ба оргазм десем, алдым дей салуы мүмкін да, бірақ на самом деле алмауы мүмкін да. Ал еркектің оргазм алғаны ол әйел сұрамай-ақ білінеді да. Себебі еркек қозғаны ол мүшесінің тұрып тұрғанымен қозды деген сөз да. Мүшесі ұйықтап жатса, мен қозып тұрмын десе, ол қозып тұрған жоқ та, білініп тұр да, ол көзбен көрініп тұр. Оргазм алған кезде еркекте ұрық шығады. Сонымен ол оргазм алды деген сөз. Мен ұрық шықпай жатып, ұрық шыққан жоқ, мен оргазм алдым деп айта алмайды да еркек. Сол үшін еркекке эрекцияны имитировать ету мүмкін емес еркекке. Сол үшін еркек жалған жасай алмайды. Сіздің айтып отқан соңғы сөзіңіз, қозған кезінде өзін ұстап қала алмайды. Солай ма? Жоқ, ұстап қала алмайды емес, еркек алдай алмайды. Алдай алмайды. Мен қозып жатырмын деп, мысалы жұмыс істемей тұрған мүшемен жұмыс қатынасқа түсе алмайды. Әйел ол кез келген уақытта қатынасқа түсе бере алады. Яғни әйелде бастысы желание болса болды. Мысалы, ал еркекте желание болу керек и возможность болу керек та. Өйткені желание бар, бірақ мүше жұмыс істемей тұрса, тұрмай тұрса, значит еркек бола алмайды жыныстық қатынаста. Әйел кез келген уақытта бола бере алады. Бірақ болғысы келмесе болмай қою ықтималдылық әйелде жоғары. Көп еркектер маған келіп айтады да, әйелім қаламайды жыныстық қатынасты. Мен аптасына 7 күн қалаймын, әйелім айына 1 рет болса болды, жетеді оған. Деген сияқты. Бірақ көрдіңіз, парадокс та, еркекте бірінші желание болу керек, екінші мүмкіншілік болу керек. Әйелде тек қана желание болса болды. Яғни жыныстық қатынасқа түсе бере алады. Ондай мүмкіншілікті күтпейді. Мен мүшем істемей қалды деп айта алмайды, айтпайды. Көрдіңіз? Бірақ сонда да еркек көбінесе болғысы келеді и болады. Чем әйелге қарағанда. Бірақ әйел сондай бола тұра, жаңа енді етеккірді есептемегенде, сондай бола тұра жыныстық қатынасқа болмай қоятын кездерде болады да. Менде анау сіз айтып отырсыз жаңағы әйел қаламай қалады. Яғни ол жаңағы айлық келетін жаңағы өздерінің ауыратын уақыттары бар, ол емес. Нормальный уақыт, бірақ әйел қаламайды. Соған байланысты измена жасайтын еркектер пайда болады да, былайша айтқанда ше. Соны жұмыс істеп келесіз ғой, мысалы, допустим, күйеуім измена жасайды дейді. Не үшін измена жасады? Осындай төсек қатынасын қалаған жоқ. Ол қатты қалайды. Не үшін қаламадың? Өйткені жаңағы төсекте қанағаттанбау бір бөлек мәселе. Сіз төсекте жалпы қанағаттанбайсыз ба? Жоқ, қанағаттанамын төсек барысында. Бірақ оған байланысты менде эмоциональный блоктар бар дейді. То есть сенім жоқ оған дейді. Бір самец ретінде қабылдамаған дейді. Бір сөзінде тұрмайды, берген уәдесін орындамайды. Сосын жаңағы мен жұмыстан шығарып алған, кітапта да жаздым ол мәселен, жұмыстан шығарып алған, айлығын мен беріп тұрамын деген, оны бермей қойған. Соған байланысты бір көңілімде эмоциялық тұрғыда блок қалып кеткен дейді. Сол аны неғып кете береді дейді, жаңағы қозып кете береді дейді. Жаңағы біздің қозғап жатқан тема бар ғой, жаңағы төсек қатынасына дайындық дегенге. И мен соны зерттеген кезінде осы теманы да қостым да, бір бөлік ретінде, сыртқы фактор ретінде. Яғни ренжіткен болсаң, өкпелеткен болсаң, бір нәрсені орындамаған болсаң, соны жаңағы ретте деген сияқты ше. Яғни бір жерде дұрыс істемей қалдың ба, уәдені орындай алмай қалдың ба, жаңағыдай көңілін тап, ары апар, бері апар, жегіз, ішкіз, үйтпейді, короче, кішкене ана жұмсарды. Иә. Содан кейін барып, бірінші осы тұратын сияқты да, былайша айтқанда ше. Осыдан кейін барып менің немде, мысалы практикамда мынандай нәрсе болған. Әйел адам, мысалы, қазір бұл әйел кісілерге өте қатты жағатын сияқты бұл әңгіме. Соларға көп комментарий жазатын, айтып берсеңізші.
әйел адам мысалы өте көп функцияны өзіне алып алған. Қызметті, бала қарау, отбасындағы. Мысалы баласымен бірге күйеуін қарау, ол да баласы болып кеткен. Ата-анасын қарау, күйеуінің ата-анасын, сосын олардың бала шағаның бәрін мектепке, жаңағы балабақшасына апару, үйде тамақ істеу, үйде жинау, сосын жуындыру, киіндіру, тырнағын алу, шашын алдыру, бала шағаның деген сияқты жұмысқа бару, жұмыс істеу, жұмысында жаңағы өте көп жауапкершілік алған. И сосын келіп еще түнде күйеуінің жаңағы несін жаңағы қанағатын қандыру. Сонымен келіп ана бәрін жасайды да, еще келеді күйеуінің келеді, күйеуі бір ғана жұмыста, енді бір ғана демей қойын, но жұмысқа барып келеді да, күйеуі болды шаршадым, үйге келеді да, мысалы тамақ істемейді, тамақтың орнын жинамайды, например, да. Сосын жұмыстан келеді да, болды, бүкіл жаңағы ненің бәрін бітірген сияқты келеді да, еще нені сұрайды да, давай жыныстық қатынасқа болайық дейді да, сосын шағымданып жатады, болмайды, желаниесі жоқ жыныстық қатынасқа деген сияқты. Бұл да негізі қазір енді бұны айтқан кезде әйелдердің өздері де бөлінуі мүмкін қазір. Үлкен бұрынғы кездегі өмір сүрген әйелдер айтуы мүмкін. Өлмей-ақ өмір сүрдік, соның бәрін істедік, бәріне үлгердік, плюс мал болды, огород болды деген сияқты нәрселер соған кірді, қолмен жудық. Қазіргі мысалы біздің әйелдер, қыздар мастанған деген сияқты машинасы бар, ат арбамен бардық, ешек арбамен бардық деген сияқты нәрселерді айтуы мүмкін да, бірақ енді әркімнің өзінің жаңағы заманы бар ғой, сол заманына сай Алла тағала соны көтере алмайтын жүк бермейді дейді ғой адамға. Сол кезде сол адамдар сол жүкті көтере алатын болғанда, қазіргі кезде қазіргі адамдар ол жүкті көтере алмайды, сол үшін қазір Алла тағала оны жеңілдетті да, стиральный машина берді, холодильник берді деген сияқты. Олар мысалы холодильникте жоқ, еттің бәрін оны жаңағы қатыру керек болады, жаңағы сүрлеу керек болатын, жұмыс деген енді ол кезде тола болатын да. И көп еркектер де, көп әйелдер де, үлкен кісілер де қазір соны айтуы мүмкін да. Кезінде осы посудомоечный машина деген нәрсе болған жоқ, бәрін қолымызбен істеуші едік, бәріне үлгеруші едік деп, ол былай қарап тұрсаңыз, ол айтып жатқан сөздің жаны бар сияқты да. Бірақ қазір уақыттың бір берекесі кетіп қалды ма, уақыт бір қысқарып кетті ма, жаңағы нәрселердің бәрі бар, телефон бар, ешқайда барып, үйіне барып, сен үйдесің ба деп бір нәрсені барып сұрап келудің қажеті жоқ. Телефонмен звондай саласың, бәрі жеңіл деген сияқты, бірақ ештеңке үлгермей жатыр да. И в том числе жыныстық қатынасқа да үлгермей жатыр. Бұрынғыдай 5, 10, 15 бала туып жатқан жоқ. Қарап тұрсаңыз, қараңыз, қандай бір не болып келе жатыр да. Түсінбейсің да, қалай болып жатыр. Неге сондай болып кетті? Мысалы, менде бұған байланысты мынандай ой бар да, мен де осы нәрседе ойланамын да. Бұрынғыда физический нелер көп еді, жаңағы қолмен істейтін, жүріп істейтін еңбектер ше, былай айтқанда. Бірақ кірді қолмен жуумен бастап жаңағыдай. Енді ол кезде де еркектер жатқан жоқ қой, огородта қанша мысалы белдері ауырып, кетпен шапты, шөп орды, мал бақты деген сияқты, отын арылады деген сияқты. И ол уақытта физический жұмыс көп болғанымен эмоциональный контакт та көп еді. То есть біз ата-анамызбен, туған туысымызбен сөйлесе алатын едік, шай ішетін едік, әңгімелесетін едік та. И жалпы менің байқағаным, адаммен сөйлесе алу, от души сөйлесе алу ше, адамға қатты энергия береді да, терапия ше, былай айтқанда ше. И ол адамның физический шаршау не? Физический былай сен шаршаған сияқты боласың, бірақ денеңе энергия ол, күш береді деген сияқты ше. Бір өзің тер ұстайсың. Мына жақтан адамдармен, туған туыстарыңмен араласып сөйлесу, бұл кәдімгі адамның жанына азық та. Мен есімде мысалы свет жоқ, свет өшіп қалатын еді да. Мен сол свет өшіп қалатын күндері маған қызық та. Неге? Ана печкада семечканы қойып семечке шығатын еді да. Бәріңіз қосылып. Приятно да. Мысалы бір 30-20 километр жерде мал базар бар, азында 5-те тұрасың, воскресенье күндері да. Папаң арқасынан жаңағы малды айдап барасың да. Не деген бір контакт та, нердеше сөйлесу папаңмен да.
и жаңағыдай папаң айтып қояды, мал сатылып кетсе шашлик әперем, жаңағы сатылмай қалса шемшік жағасын деген сияқты. Приятный контакт, түсіндіре алдым ба? Контакт. А қазір көп нәрсені физически істемейміз, денеміз әлсіз, еще эмоционально байланысасыз. Мысалы мен, есіңізде бар ма? Мысалы балаңызбен 20 минут отырып сөйлескеніңіз, әкеңізбен 20 минут отырып сөйлескеніңіз. Сөйлесу жоқ, әңгімелесу жоқ. Адам әркім өз тірлігімен телефонда, и жаңағы 5 секундтық, 10 секундтық әсер ететін нәрселер чик-чик-чик-чик. И мен ойлаймын да, қазір адамдардың көп жұмыс істеуі шаршатып жатқан жоқ. Адамдарға мейірім жетіспей жатыр, махаббат жетіспей жатыр да, соны беру керек. Мәміле. То есть сөйлесу. Өткенде бір біз кейде жаңа жігіттермен отырып әңгімелесіп отырып қаламыз, сол бір ол жерге келмей жүрген бір жолдас баламыз келіп қалды да. Мә дейді, мына жер приятно ғой дейді, приятно. Не болды десем, мына жерде сендер бір-бірлеріңді естисіңдер ғой дейді. Естисіңдер дейді. Біреу сөйлеп жатыр, 5 адам оны тыңдап отырады дейді. Мынандай болды, мынандай болды. Анаған насколько приятно да, аузынан апшығып жатқан сөздері айналасындағы адамдар үшін құнды да, түсіндіре алдым ба? Бос сөз емес. И мен білейін дейді, мынандай нені көрмедім дейді, мен жаңағы ортан. Кейде отырасың, мысалы әйеліңмен, балаңмен сөйлеп жатасың, естімейді. Сен түсініп жатқан жоқ, не айтып жатқаның ше? Соткада, ойында. Соткада или ойы басқа нәрседе да. Кейде сенің әйелің сөйлеп жатады, сен оны түсінбей жатасың да. И содан кейін адамда бір қалай айтсам болады, рухани азық жоқ та. Рухани азық жоқ болғаннан кейін әрбір физикалық әрекеттер шаршата береді да, онша. Шаршата береді. Сондықтан мен ойлаймын, тілдесу, сөйлесе алу, душевный әңгімелесе алу өте маңызды адамдарға ше қазір жетіспей жатыр деп ойлаймын. И осы қоғамдық біздің үлкен қоғамға осы нәрсені жеткізу керек та, негізі осындай болып жатқан. Енді көп жерлерде айтылып жатыр, бірақ көп адам оны тыңдап. Мен мынандай ой келді өткенде. Енді шынымен жаңа айтқандай, өзіңіз айтқандай, адамдар білмейді, түсінбейді. Әйелдің намегін түсінбейді деген сияқты ше. Қарапайым нәрсе, қай жерде тыңдау керек деген нәрсені түсінбейді да. Мысалы анау жолда келе жатасың ғой, бүйтіп келе жатсаң, уступи дорогу деп тұрады ғой. Сол сияқты общениеге, то есть сөйлесуге знактар қою керек сияқты да. Ана бір нәрсе айтып жатыр ма, значит мына жерде тыңдау керек. Мысалы кішкене көңілі түсіңкіреп әңгіме айтты ма, оны қалай тыңдау керек, түсіндіре алдым ба? Сонда бір нелер керек сияқты да адамдарға ше. То есть сөйлесудің методикалары. То есть психологқа қажеттілік жоқ, на самом деле. Егер біз общениенің нелерін, қарым-қатынастың тәсілін дұрыс қоя алсақ та. Мысалы, допустим, мына телефонды үйге барған кезінде 30 минут, 40 минут еш нәрсе шетке қойып қой. Бала шағаңмен тамақ іштің, да, хорошо, бітті, кетті. Әйелімен отырып 20 минут әңгімелес. Сол үшін ғой қазіргі таңда психологтар қаптап кетті. Иә. Бір-бірімізбен сөйлеспейміз, біреумен сөйлесу керек. Барып психологпен отырып алып, 2 сағат әңгіме айтыласын. Ол сені тыңдайды, аха дейді. Ақшасын төлесін де кетесің. Иә. Өзің саған өзің жауап табу, жаңа айтып жатқан кезде өзің тауып алуың мүмкін да. Пожалуйста. Сосын мен мынандай нәрсе қоя бастадым. Мен балаларым 3 жастан бастап оны қолға алып бастадым. Қазір кішкене әлсіреп қалды. Бірақ қатты пайдасы болды. Мысалы, бір күн телефон шетке қоямыз. Машинамен шығамыз да, короче. Просто әңгімелесеміз. Ақыл айту деген жоқ. Істеген, жасаған қателіктеріне жаңа отчет сұрау деген жоқ. Жаңағыдай армандап қиялдау деген нәрсе жоқ. Просто бүгін әңгімелесу. Насколько приятно, ведь содан кейін бүйтіп, сол отырыстардан кейін, сол ары-бері жүруден кейін, кейде қызымнан естемін, әкешім, мен сені жақсы көремін дейді. То есть оған телефон әпердің да, қымбат. Киім әпердің, жақсы мектепте оқыдың, ол кезде ондай сөз айтқан жоқ еді. Сондағысы бір 20 минуттық или бір 2 сағаттық бөлек әңгіме. Қатты әсер етеді да. Сондықтан мен ойлаймын, қазір бізге сол нәрсені қалпына келтіру керек деп ойлаймын. Сол кезде көп проблемалар шешіледі деп. Көп проблемалардың алдын алу болады деп ойлаймын. Енді жаңағы жыныс қатынастың несін бітіре салайық, осымен тамамдайық.
жанагы елші жіберу деген сөз әйелді дайындау. Значит, әйел еркекке қарағанда кеш қозады, әйел еркекке қарағанда кеш аяқтайды. Сол үшін еркек сразу бас салып жаңағыдай жануарлар сияқты болмаңдар дейді ғой. Жануарлар мысалы келіп ол сұрап отырмайды да, келеді да сразу бас салады да кірісіп кетеді. Сол сияқты еркектер де кірісіп кетуге болмайды. Ол үшін мен ол рилстарымда өте көп айттым бұл жайында. Аймалау керек, сүйеу керек деген сияқты жаңағы бүкіл жаңағы 7 чувств дейді ғой, ағзадағы жаңағы нелердің бәрін іске қосу керек та. Сезу, денесіндегі өзіңдікін де әйелдікін де. Мысалы сезу, көру, есту деген сияқты, ескеу деген сияқты, мысалы сүю, аймалау, бүкіл процестің бәрін іске қосып, содан кейін барып әйел қозған кезде ғана барып уже қатынасқа түсе бастау керек та. Ол үшін әркім, әр әйелдің несіне байланысты, конституциясына қарай біреуде 5 минут болуы мүмкін, біреуде 3 минут болуы мүмкін, біреуде 25 минут болуы мүмкін да. И ол соны сезе білу керек еркек. Оны еркек оны іздесе, ол жаңа табады да ол нәрсені. Ол маған ол керек емес, мен қоздым, болды, мен өзім біттіріп алдым дейтін болса, онда отбасында осындай бір проблемалар шығады. Әйелдің денсаулығымен де проблемалар болады. Сол үшін сол нәрсені жаңағы іздеп, сол нәрсені жаңағы көңіл бөліп, сол нәрсеге жаңағы әйелде түсінген кезде, оның жаңағы осындай нәрсеге көңіл бөліп жатқан ол да уже жыныс қатынаста сапалы бола бастайды. Сосын жыныс қатынас екеуі сонда бірге аяқтауға мүмкіншілік көбірек болады. Сол кезде еркектер сосын жаңағы мен де тез бітіріп қоямын деп, мысалы өте көп еркектер келетіндері сол мен тез бітіріп қоямын дейді. Себебі ол сразу бастап кетеді. Әйелі әлі қозып үлгергенде жоқ та, сол үшін ол тез бітіріп қояды. Егер ол әйелі қозған кезде бірге бастайтын болса, онда екеуі бірге бітеді да, сол кезде ол еркек тез бітірем деп ойламайды. Негізі тез бітірудің көбісі сұрап жатады, тез бітіру деген не ол? Қанша минут болу керек деп сұрап жатады да. Негізі 2,5 минутқа дейін болса, ол тез бітіру болып есептелінеді да. 2,5 минуттан жоғары ол уже тез бітіру болып есептелмейді да. Көп еркектер 3 минут, 5 минут боламын мен дейді, бірақ тез бітірем деп есептеп жатады да. Бірақ ол әрине әйелі бітірген жоқ, сол үшін бұл тез бітіру болып есептеліп жатыр да, көрдіңіз ба? Сол үшін ол егер жаңағы аймалап, бағанағы әйелін дайындап жыныс қатынасқа болатын болса, ол 2 минут болса да ол тез бітірем деп есептемейтін еді да. Сол үшін бұл сугубо индивидуально, әркімде әрқалай. Мысалы біреуде 2 минут болады, бірақ ол тез бітірем деп есептемейді, біреуде 25 минут болады, бірақ ол тез бітірем деп есептеуі мүмкін да. Себебі әйелде бұл да өзі қанағаттанған жоқ. Сол үшін жыныс қатынас деген осылай болу керек. Әртүрлі позалар бар оның. Ол позаларда мысалы арттан келмеңдер деп, мысалы ондай нелерде хадистер бар, арттан келмесіңдер, қалған жерлердің бәрі ол жаңағы түсе беріңдер деген сияқты. Осындай нәрселер бар. Мысалы етеккір, әйелдің етеккір уақыты болады. Мысалы ол кезде егер тестостероны мықты еркектер болатын болса, ол 5 күн, біреуде кейбіреулерде 10 күнге дейін созылып кетуі мүмкін да. Ол кезде ол еркек шыдай алмай кететін болады. Ол кезде не істейді? Мысалы маған келген кезде көп еркектерде мен естіп жатам, әйелімде етеккір кезінде басқа қызға барып қойып едім, осындай инфекция жұқтырып алдым деген сияқты нәрсені. Сол үшін бұл жерде де әйелі еркек күйеуі болғандықтан күйеуіне мастурбация жасау рұқсат етпегендіктен, ал әйелі күйеуіне жасап берсе болады мастурбация. Сол үшін бұл жерде егер қатты уже шыдай алмай бара жатқанын көретін болса, онда осылай әйелі көмектескен дұрыс болады, чем басқа жаққа барып зинаға ұрынып, инфекция жұқтырып, өз-өзіне проблема создавать етпеу үшін. Сол үшін бұндай нәрсе де бар да, әйел мен еркектің ортасында жаңағы нақты былай хадисте қалай айтылатынын ұмытып қалдым, бірақ солай жаңағы басы арттан болмау керек. Мысалы кейбір кездерде етеккір кезінде арттан болатын кісілер де бар да, сол жаңағы етеккір кезінде болуға болмайды ғой деп басқа болмайтын жолмен болып жататын кездерде болады. Ол да дұрыс емес. Осы нәрселерді білу керек. Менде енді бір соңғы сұрақ болып тұр. Мысалы
стоматологияда айтады ғой жаңағыдай дәрігерлер профилактикалық мақсатта жылында 2 рет келіп тұрған абзал дейді ғой. Сондай бір ақпараттарды естігем. Мына урологияда иш жерің ауырмаса да сондай бір не бар ма, ереже? Мысалы жылында мынанша рет келіп тұрған дұрыс болады деген сияқты ше, профилактикалық мақсатта. Адам өзінің денсаулығы қаншалықты керек болғанына байланысты бұл жерде де. Мысалы мен машина сатып алдым қазір, жап-жаңа машина. Мен бұл машинаны өзім жоспарлаймын ғой, 5 жылдан кейін басқа машинаға ауыстырамын деймін да. Или айтамын, маған бұл бір жылға шыдап берсе, или осы бір объектті мысалы бітіріп берсе, бұл жетеді маған десем, мен оны майында ауыстырмаймын, қарамаймын, қалай болса солай айдаймын да. Сосын сол жаңағы мен жұмысымды бітіріп берген кейін жетіп берсе болды. Мен ол тастап кететін машина болса, оны тастап кетемін да. Ал егер ол машинаны мен 10 жыл айдағым келсе, оның жаңағы машинаның несі еш жері бұзылмай соны қалайтын болсам, мен ол машинаға өте жақсы қараймын. Майын ауыстырамын, суын ауыстырамын, жаңағы ішінде свечаларын ауыстырамын, коробкасындағы майларын ауыстырамын да, қолымнан келген жаңағы нәрселердің бәрін жасаймын. И сол кезде ол машина бұзылу ықтималдылық төмендейді. Енді ай сайын келу қажет емес шығар мысалы. Жоқ, енді мысалы басқа дамыған мемлекеттерде жылына кейбір жерлерде жылына 2 рет тексеріледі. Чекап, общий чекап жасалынады. Сол кезде бір қандай да бір проблемалар болса, соларды устранить етеді да, сосын тағы бір анализ тапсырылады. Енді бізге жылына, хотя бы жылына 1 рет өту керек қой. Яғни Жылына 1 рет деген культураны отырғызсақ, жылына 1 рет отырғызсақ, бізде көптеген аурулардың алдын алатын едік та, и рак 4-ші стадия, карловидный таз 4-ші стадия, ХПН, почка отказ берген, гемодиализға түскен деген нәрселердің көбісін алдын алуға мүмкіншілік болатын еді. Енді екінші подкаст құдай қаласа аман есен түсірдік деп ойлаймын. Құдай қаласа аманшылық болса қолдаңыздар, жазыңыздар, пікірлеріңіз жазыңыздар. Бірінші подкастта жазған пікірлеріңіз үшін өте үлкен рахмет. Ереке, өзіңіздің айтатыныңыз. Бұл жерде келесі подкасттардың жаңағы түсірілуі ол сіздерге байланысты. Егер сіздерге бұл қызық болып жатқан болса, біз оны ары қарай жалғастырамыз. Айтады, тыңдаушысы болмаса сөз жетім дейді. Сол үшін біздің сөзіміз жетім болып қалмасын. Сол үшін сіздердің қолдауларыңыз бізге өте маңызды. Пікірлеріңіз болса астына жазыңыздар, бізде біліп отырайық. Сіздер мысалы жауап бермесек те біз ол пікірлерді қараймыз да, и сол пікірлерге арғы жолы, келесі жолы подкасттарда сол пікірлер бойынша тақырыптар айтып кетуге тырысатын боламыз. Сол үшін сіздерден қолдау сұраймыз и тіркеліп кетіңіздер.